мыңдаған, миллиондаған адамдарға жақсы табыс табуына мүмкіндік беріп отырған компаниялар көп. Мен солардың бір туралы әңгіме етпекпін бүгін. Бұл Life is Good деген компания, ресейлік компания. Мен өз басым 1 жылдан бері осы компанияда жұмыс істеп келе жатырмын. Әрине, желілі маркетингтің бір айырмашылығы мынада: сіз бұл бизнеспен айналысқаннан кейін сіз жұмысыңыздың бәрін тастап, жаңағы жұмыстан шығып, түгел сонымен айналысудың қажеті жоқ. Сіз жұмысыңызды істеп, бұрынғы ісіңізбен айналысып жүріп те, осы MLM бизнеспен айналысуыңызға болады. Оны аяғына тұрғызып, әбден жақсы табыс тауып алғанша, желілі маркетингпен немесе MLM бизнеспен қосымша табыс ретінде қарап, оны айналысуыңызға болады. Содан кейін жаңағы жақсы табыс тауып кеткеннен кейін жұмысыңызды тастап, түгелдей MLM бизнеспен айналысып кетуіңізге болады. Мен енді осы Life is Good компаниясы туралы әңгіме етпекпін. Қанша ақша табуға болады осы компания арқылы деген мәселеге талдау жасап көрмекпін. Кез келген адам, егер бұл компанияға тіркеліп, байыпты түрде жұмыс жүргізетін болса, осы компанияның өздерінің жаңағы курстары бар, түрлі семинарлар өткізіп тұрады. Сол тренер дейді, жаңағы осы компанияда біраздан бері жұмыс істеген тәжірибелі жаңағы мамандар. Сол мамандардың сөзін тыңдап, солардың айтқанын жасап, жұмыс істеп жүрген болсаңыз, егерде кез келген адам 3 жылдың ішінде 4-ші деңгейге жетуге болады екен. Компанияда негізі 10 деңгей бар, 10 уровень дейді. Біз енді бірінші осы 4 деңгейді алып қарап отырмыз. 4-ші деңгейге 3 жылдың ішінде асықпай кез келген адам жаңағы жұмыстың арасында, жұмысына қосымша ретінде жұмыс істеп жүрсе, 3 жылдың ішінде 4-ші деңгейге жетуге болады. Егер 4-ші деңгейге жеткен кезде қанша ақша табуға болады деген мәселеге енді мен тоқталып кетейін. Сіз компанияға тіркелгеннен кейін бірінші міндет сізде Vista деп аталатын есепшот бар. Компанияның 2 өнімі бар. Vista деп аталатын депозит есепшот. Бұл шетелдік депозит. Жылына 20-25% валютамен өсім беретін депозит. Екіншісі Веспей деп аталатын тұрғын үй кооперативі. Осы 2 өнім бар. Осы 2 өнімді сіз адамдарға ұсынасыз. Яғни айтқанда сіз консультация жасайсыз. Осындай өнім бар, осы өнімді пайдалансаңыз, мынадай нәтижелерге жетесіз деп адамдарға консультация жасайсыз, кеңес бересіз. Бірінші тіркелгеннен кейін сізге қаржылық консультант деген атақ береді, дәреже береді. Бірінші деңгейдегі жаңағы дәреже алу үшін сіз Vista есепшотын ашасыз. Vista есепшотын ашу үшін, активтендіру үшін сіз кем дегенде 1100 евро салуыңыз керек болады. 100 евро бұл комиссия ретінде ұсталып қалады. 1000 евро сіздің есепшотыңызға түсіп, ол жұмыс істей бастайды. Яғни айтқанда, сіз тіркелгеннен кейін бірден табыс таба бастайсыз. Жұмыс істейсіз бе, істемейсіз бе, шақырасыз ба адамдар, шақырмайсыз ба, оған қарамастан бірден табыс таба бастайсыз. Өйткені сіздің депозитке салған 1000 евро ақшаңыз бірден табыс түсіре бастайды. Ай сайын табыс. Ал егер де сіз адам шақыратын болсаңыз, онда бір адам шақырсаңыз Vista есепшотына, онда сізге 33 единица беріледі, бірлік дейді. Егер кооперативке адам шақыратын болсаңыз, онда 40 немесе 80 бірлік береді. Сіз бірінші тіркелгеннен кейін бірінші деңгейдегі консультант боласыз. Міне ең төмендегі бірінші деңгейдегі консультант. Содан кейін сіз 100 бірлік, 100 единица жинаған кезде сіз екінші деңгейге көтерілесіз. 100 бірлік жинау үшін сіз кем дегенде 2 немесе 3 адам шақыруға керек болады. Егер сіз бір адамды Vistаға шақырсаңыз, Vista есепшотын ашсаңыз, 2 кооперативке шақырсаңыз, онда сіз екінші деңгейге көтерілесіз. Сонда екінші деңгейге көтерілу үшін 100 бірлік, 100 единица табу керек болады сізге. Не айтқанда 2-3 адамды шақырасыз. Содан кейін сіз 100 бірлік аласыз.
100 бірлік алғаннан кейін екінші деңгейге көтерілесіз. 100 бірлік дегеніміз не? Ол туралы мен қазір қалай табыс табады, ол туралы кейінірек айтамын. Үшінші деңгейге көтерілу үшін 700 бірлік алуыңыз керек болады. Мынау 100 бірлігіңіз бар, оған 600 бірлік қосқан кезде 700 бірлік болады. Яғни айтқанда 700 бірлік дегеніміз бұл кем дегенде бір 10, 12, 14, 15 адам шақыруыңыз керек болады. 12-15 адам шақырасыз, сол кезде мынадай 700 бірлік аласыз, үшінші деңгейге көтерілесіз. Төртінші деңгейге көтерілу үшін сіз 3000 бірлік алуыңыз керек болады. Мынау 700 бірлік сіздің есебіңізде қалады, есептеліп, соған қоса 2300 бірлік табуыңыз керек болады тағы да. Бұл бірліктің бәрін өзіңіз шақыру міндет емес, оның бір бөлігін ғана өзіңіз шақырасыз, қалғанын сіздің шақырған адамдарыңыз шақырады. Солардың тапқан бірліктері де сізге қосылады. Сіз 3000 бірлік тапқан кезде 4-ші деңгейге жетесіз. Енді осы 4-ші деңгейге жету үшін 3 жылдай уақыт керек болады. 3 жылдай уақыт керек болады. 3 жылдың ішінде сіз асықпай жұмыс істесеңіз, осы жұмыстың арасында қосымша осындай 4-ші деңгейге жетеді екенсіз. Енді 4-ші деңгейге жету осы не береді адамдарға? Қанша ақша табады? Соған мен тоқталып кетейін. Міне 100 бірлік екінші деңгейге жету үшін 100 бірлік алуыңыз керек болады. Бір бірлікте бірінші деңгейге адамға 3 евродан төлейді. Сіз 100 бірлікті алу үшін 3 адам шақырасыз. Сөйтіп 100 бірлік таптыңыз. Ол 3 евродан төлегенде 300 евро табасыз. 300 евро. Екінші деңгейге көтерілген адам 300 евро ақша табады. Бұны сіз 1 айда жасауыңыз мүмкін, 2 айда немесе 5-6 айда жасауыңыз мүмкін. Қанша уақыт жасасаңыз да 2-3 адам шақыру арқылы осындай ақша табасыз. Енді екінші деңгей 700 бірлік. Не айтқанда сіздің 100 бірлігіңіз бар, оған қоса 600 бірлік табуыңыз керек болады. Не айтқанда сіз кем дегенде бір 10, 12, 13, 14 адам шақырасыз. Сонда 700 бірлікке толады. 700 бірлік енді қанша ақша табасыз? Екінші деңгейге көтерілген кезде сіздің табысыңыз бір бірлікке бірінші деңгейде 3 евро төлейтін болса, екінші деңгейде 6 евро төлейді. 6 евро төлегенде мінекей сіз 600 евро табасыз, екінші деңгейде 3600 евро ақша төлейді сізге. Екінші деңгейде сіз 600 евро жинақтауыңыз керек, алдындағы 100 евроға қосасыз, сонда 700 евро болады. 700 бірлік болады. Енді мінекей үшінші деңгейге жеткенде сіз 3600 евро табасыз. Сонда алдындағы 300 евроны қоссаңыз 3900 евро тапқан болып саналасыз. 3900 евро табасыз үшінші деңгейде. Үшінші деңгейге жеткен адам міндетті түрде кем дегенде 3900 евро табады. Ақша түседі есеп жеткен. Енді 4-ші деңгейге есептеп көрейік. Мінекей 4-ші деңгейге жету үшін 3000 бірлік қажет болады. 3000 бірлік. 3000 бірліктің 700-і сізде бар. 3-ші деңгейге жетті. Енді 2300 бірлік керек болады. Сіз енді 3-ші деңгейге жеткен кезде, 3-ші деңгейге жеткен кезде 8 евродан төлейді сізге. Әр единицаға, сонда 2300 бірлік сіз тапқан кезде өзіңіз 18400 евро табады екенсіз. 2300 бірлік алған кезінде сіз 18400 евро ақша табасыз. Бұған енді әрине көп адам шақыру керек болады. Ол тек өзіңіз ғана шақырып қоймайсыз, сіздің шақырған адамдары сіздің рефералыңыз болып саналады да, олардың бірліктері де сізге жазылады. Сол арқылы мінекей 18400 евро табады екенсіз. 18400 евро енді есептеп көріңіз, мінекей 18400 евро алдында 3900 евро болды, 22300 евро. Теңгеге шаққанда 9.366.000 теңге. Бір айға шаққанда 252.000 теңге болады екен. Әрине, бұл бәрі де, бұны мен есептегенде таза сіздің өзіңіздің шақырған адамдарыңыз түрінде есептедім, бірақ негізі бұдан көрі аз болады, бір шама. Өйткені мынау 3-ші деңгейге дейін адам сіз бәрін өзіңіз шақыруыңыз тура келеді, ал 4-ші деңгейде сіз өзіңіздің командаңыз болады, сол командаңыз арқылы сіздің шақырған адамдарыңыз
шақырады басқа адамдар. Солардың бірліктері сізге жазылады. Сондықтан да олардан түсетін ақша біршама аздау болады мына қарағанда. Өйткені сіз тікелей шақырмағаннан кейін сізге шақырған адамы арқылы түскеннен кейін ол біршама аздау болады. Дегенмен де жалпы алғанда осы шамада ақша табасыз. Егер 3 жылдың ішінде сіз дұрыс жұмыс істеп, жаңағы тренерлердің айтқанда сол жаңағы осы компанияда біраз жұмыс істеген тәжірибелі мамандардың, спонсорлардың үйреткенін қайталап сол бағытта жұмыс істеген болсаңыз, онда 3 жылдың ішінде сіз 4-ші деңгейге жетесіз және осыншама табыс табасыз. Бұл табыстың бір түрі ғана, сонымен бірге екінші түрі бар. Ол сіздің Vista есеп шотыңыз арқылы табатын табыс. Сіз Vista есеп шотын аштыңыз, депозит, сізге қанша ақша салсаңыз, ол өсім беріп отырады. Бірден өсім береді. Мен айтқанда, мынау ақшаңыз, сіз тапқан ақшаңызды бірден шығарып алып кетпейсіз. Біразын шығарып алып кетесіз, біршама ақшаңыз қалады. Ол қалған ақша жылына 20-25% өсім беріп, өсіп отырады. Бұл екінші табыстың түрі. Үшінші табыстың түрі бар, ол сіздің шақырған адамдарыңыз Vista есеп шотына ақша салған болса, сол ақша қанша мөлшерде болса, соның белгілі бір проценті сізге ай сайын түсіп отырады, төлеп отырады, компания төлеп отырады. Бұл үшінші табыс түрі. Соныменен, егер сіз осы Life is Good компаниясына тіркеліп, жұмыстың арасында қосымша табыс ретінде дұрыс жұмысты ұйымдастырып, өзіңіздің командаңызды құрып, 3 жылдың ішінде 4-ші деңгейге жете алсаңыз, онда айына кем дегенде 200-250 мың теңге табатын дәрежеге жетесіз айына. Яғни айтқанда, бұл соншалықты жаман табыс емес деп ойлаймын. 3 жылдың ішінде жетуге болады. Кез келген адам жетуіне болады. Дұрыс жұмыс істейтін болса, әрине табандылық керек бұл жерде. Бұл жерде жаңағы бір адамдарды шақырасыз, олар тыңдамайды, келмейді, тіпті өзіңізге қарсы бұның бәрі алаяқтық деген сияқты сондай сөздерді айтуы мүмкін. Соның бәріне ренжіп, бүкпелеп жаңағы жұмысты қойып қойсаңыз, оны әрине бас тартсаңыз, онда сіз алға жылжымайсыз. Оның бәріне қарамастан жұмысыңызды табандылықпен жүргізе берсеңіз, 3 жылдың ішінде сіз 4-ші деңгейге асықпай отырып көтеруіңізге болады. Бұндай 4-ші деңгейге адамдар шынымен алғанда 2 жылдың ішінде, 1,5 жылдың ішінде де жетіп жатады. Бірақ мен жаңағы асықпай, аптықпай, жаңағы жұмыс істеу арқылы жететін осы бір тәсілді таңдап сіздерге ұсынып отырмын. Мен айтқанда, кез келген адам жетуіне болады екен. 4-ші деңгейге. Ал енді 6-ші деңгейге жеткен кезде адам 25 мың бірлік керек болады. 25 мың бірлік деген өте көп. Соны жинау керек болады. Сонда 6-ші деңгейге жетеді. Бұны LG директор деп атайды. Онда айына компания 1000 евро төлеп отырады. Сіз жұмыс істейсіз бе, істемейсіз бе, төлеп отырады, және оған қоса мынау шақырған адамдарыңыздан түсетін гонорар тағы төленеді. Яғни айтқанда 6-ші деңгейге жеткен адам айына кем дегенде бір 7-10 мың евро тауып отырады ай сайын. Яғни айтқанда бақуатты адамға айналады. 6-ші деңгейге жеткен. 6-ші деңгейге егер осы бағытпен ақырын жұмыс істеген кезде адам 5-7 жылда жетуіне болады. 5-7 жылда жетуіне болады. Енді өзіңіз есептеп ойлап көріңіз, ақылға салып, мысалы сіз егер жас адам болатын болсаңыз, өмір жолыңызды енді бастап жатқан, университетке түсіп, сонша ақша төлеп, оқып, диплом алып, сол мамандық бойынша айына 100-150 мың теңге төлейтін, жалақы төлейтін жұмысты істеп, сол былай тартсаң былай жетпейді, сонымен өмір сүруге бола ма, жоқ әлде мынау MLM бизнеспен айналысып, мынау Life is Good компаниясына келіп айналысып, 5-7 жылдың ішінде, немесе тым болмаса 3 жылдың ішінде 4-ші деңгейге жетіп, айына 200-250 мың теңге алатын деңгейге жетіп, содан кейін 5-7 жылдың ішінде LG директор болып, айына 7-10 мың евро табатын деңгейге жетуді қалайсыз ба? Осы екі жаңағы өмірлік жолдың қайсысын таңдайсыз? Университет оқып, білім алу ма, жоқ әлде MLM бизнеспен айналысып, мына компанияда осылай табыс табудың ба? Бұл компанияның табысы шектеусіз,
қанша жұмыс істесеңіз, қанша мүмкіндігіңізге қарай сонша ақша табуыңызға болады. Мен айтқанда бұл компания табысының шегі жоқ. Мысалы сіз университет бітіріп жұмыс істейтін болсаңыз, сізге белгілі бір оклад қояды. Содан ең потолок болады, содан жоғары сізге қанша жұмыс істесеңіз де төленеді. Ал мына компанияда сіз жұмыс неғұрлым көп істесеңіз, дұрыс істесеңіз, ұйымдастырсаңыз, соғұрлым көп ақша табасыз. Шектеусіз көп ақша табуыңызға болады. Миллионер болып кетуіңізге де болады. Мен айтқанда бұл компания сізге сондай мүмкіндік береді екен. Егер сізді осы Life is Good компаниясымен жұмыс істеу қызықтыратын болса, онда осы видеоның астында сілтеме арқылы сайтқа кіріп толық ақпарат алуыңызға болады.